Наурызым аудандық балалар кітапханасы Ыбырайдың әдеби мұрасы атты кітап панорамасын назарларыңызға ұсынады. Ыбырай Алтынсарин қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, фольклоршы, қоғам қайраткері. Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектебінің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол атасының белгілі би және старшын Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап білімге және өз бетінше оқып білуге бейім екенін байқатты. 1850 жылы Орынбор шекара комиссиясының қазақ балалары үшін ашқан мектебіне оқуға түседі. Мектепті бітірген соң Орынбор шекара комиссиясында әскери старшина болып қызмет атқаратын үлкен әкесі Балқожа Жаңбыршыұлының хатшысы болады. Орынбор облыстық басқармасында тілмаштық қызмет атқарады. 1860 жылы Орынбор бекінісінде қазақ балалары үшін мектеп ашу тапсырылады, әрі сол мектепке орыс тілінің мұғалімі болып белгіленеді. Ыбырайдың бүкіл өмірін арнаған ағартушылық, педагогтық қызметі осылай басталады. Тікелей өзінің араласуымен халықтан жинаған қаржыға мектеп үйін және интернат салып, 1864 жылы 8 қаңтарда мектептің жаңа ғимаратын салтанатты түрде ашады. Ыбырайдың пікірінше, мектептерге арналып жазылатын оқу кітаптарды өзінің идеялық мазмұны және нақты материалдары жағынан ана тілінің және халық даналығының бай қазынасына негізделуге тиіс болды. 1879 жылы оның қазақ хрестоматиясы атты оқулығы және дидактикалық оқу мәселесі жөнінде қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы жарық көрді. Бұл екі кітап та қазақ балаларын кириллица негізінде оқытуға арналған тұңғыш оқу құралдары болды. Ыбырай Алтынсарин балаларға арнап сөзі жатық, мағынасы қызғылықты ұсақ әңгімелер жазды. Автордың бұл әңгімелерінің балалар үшін тәрбиелік рөлі ерекше болғандығы күмән туғызбайды. Ыбырай Алтынсариннің әке мен бала, асыл шөп, бақша ағаштары, аурудан аяған күштірек, мейірімді бала, балкан деген ит, қанағат, өтіріктің залалы, тәкаппаршылық атты әңгімелері жастарда әдептілікке, сабырлылыққа, салмақтылыққа және әділ, мейірімді, қайырымды болуға тәрбиелейді. Оның басқа әңгімелерінің де түйіні жастарға өнегелі тәрбие беру екендігін көреміз. Автор өзінің әңгімелерінде ұлттық сана мен мәдениетін, қазақтың дәстүрлі ұлттық салты мен келбетін сақтап, одан әрі дамуын біліммен байланыстырды. Қазақ халқының өзге ұлттан кем болмауын көздеді, соны дәріптеді. Өз халқының прогрестік жолы оқу білімде деп білді. Ұлы ағартушының әдеби шығармаларында көрініс тапқан ағартушылық идеяларының тәрбиелік рөлі күні бүгінге дейін өзінің маңызын жойған жоқ. Ыбырай Алтынсарин өмірі мен шығармалары. Бұл кітапқа даланың данасы, дананың дарасы, келелі ойдың егесі, білім теңізінің кемесі кемеңгер ұстаз ағартушы Алтынсарин Ыбырайдың ыждахатты ынсап көңіл қаламынан туындаған қазақ хрестоматиясы және бір қатар көкейкесті туындылары топтастырылып отыр. Туындының түп-тұқияннан ту етері еңбек, өнер білім, достық, инабат, имандылық иірімдері. Ыбырай Алтынсарин және оның орыс достары мен ізбасарлары. Бұл еңбекте қазақ халқының ұлы ағартушысы педагог Ыбырай Алтынсариннің және оның орыс достары мен ізбасарлары Григорьевтің, Ильминскийдің, Васильевтің, Алектровтың, Яковлевтің, Чечеринаның, тағы басқаларының өмірі олардың қазақ даласында оқу ағарту жұмысын ұйымдастыру жөніндегі еңбектері нақты деректерге негізделе отырып баяндалады. Ыбырай Алтынсарин таза бұлақ,
Халқымыздың аса көрнекті ағартушысы бұл жинағына әңгіме өлеңдері, орыс ағартушыларынан жазысқан хаттары, этнографиялық очерктері, оқу-методикалық шығармалары енген. Кел балалар оқылық. Бұл жинаққа қоғам қайраткері Алтынсариннің әңгіме өлеңдері мен этнографиялық очерктері топтастырылған. Жаңашыл педагогтың жастарды білім алуға, өнерге, ғылым жолына түсуге үндеген ой тұжырымдары бүгінгі оқырмандары үшін де өзекті екені анық.